Сұрақ қойсам бола ма дейді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Қалайсыз? Альхамдулилля, жақсы, Құдайға шүкір. Машалла. Аспанда Құдай бар деп қойыпсыз, аруаққа сыйынба дейді, жарайды. Мен ана атеисттер біреумен кіре ма десем, сіз діндегі адам сияқтысыз ғой. Иә. Жарайды, жақсы, иншалла, Алланың жақсылығы болсын. Сонда да жауап бере салайын енді. Шығып кетпеңіз. Самарбек па атыңыз? Иә, Самарбек. Өзіңіз қалай ойлайсыз, сіздің позицияңыз? Жоқ, енді Құдай аспанда бар дегенді қабылдамаймын. Құдай қайда онда аспанда болмаса? Лә мәкан ғой, лә мәкан дейді ғой. Мекенсіз ғой. Сіз қайдан алдыңыз? Мен кітаптардан алып тұрмын ғой. Қандай аят, хадис? Аяттан айтыңыз. Аят хадистерден айт дейсіз ба? Аяттан айтыңыз. Ұстаздар Камисли шейин дейді ғой. Аллах тағала ештеңе ұқсамайды дейді ғой. Ештеңе ұқсамайды. Мен оны мойындаймын, ештеңе ұқсамайтын. Адамға да ұқсамайды. Ол бір нәрсеге, Аллах тағаланың егерде бір нәрсеге ұқсамауы, оның ештеңеге мұқтажы болмауы ғой. Мұқтаж емес. Аспан не ол? Аспан не ол? Аспан деген ол мекен ба, ол бір кеңістік па, не ол аспан? Жоқ, аспанға мұқтаж деп айтқан жоқпын. Аспанға мұқтаж деп айтсам, сіз айтуыңызға болады, сіз мұқтажылық қойдың деп. Жоқ, енді аспанда дегенде, мысалы, аспанда дегенде мүмкін біреулер ойлауы мүмкін да, Алла тағала көк аспанда деп ойлауы мүмкін да, сол жақта бір мекенде тұр деп ойлауы мүмкін дегенім ғой. Жарайды, бұл аятта мен көріп тұрған жоқпын дәлел. Аллах тағала еш нәрсеге ұқсамайды, оны мен мойындаймын. Бірақ Аллах аспанда емес деп тұрған жоқ бұл аят. Екінші аят келтіре қойыңыз, екінші аятыңызды. Мен қанағаттанбадым сіздің дәлеліңізге. Мен қазір дәл осы жерде еске түспей тұр енді. Жалпы хадис келтіріңіз онда, хадис келтіріңіз. Хадис деспеді қазір мен нетейінші. Дәл еске түспей тұр ғой осы жерде. Жарайды, үзір сізге жарайды. Сіз ұстаз емессіз, қарапайым мұсылмансыз ғой. Енді мен келтірейін дәлелімді. Бірінші дәлел Мулк сүресінде Аллах тағала айтады: «Аминтум мен фис-сама яхсифа бикумул ард». Аспандағының сендерді жерге жетіп тұруынан амансыңдар ма дейді. Бұл бірінші аят. Екінші аят, сол аяттың артында аспандағының бастарыңа тас жаудыруынан амансыңдар ма дейді. Аспандағы деп Табари, ол Алла тағала өзін айтып тұр дейді. Аллах тағаладан қорқамыз ғой біз, енді аспан басымызға тас жаудыра ма, жерге жетіп тұра ма деп. Енді үшінші аятымыз «Яхафуна раббахум мин фауқихим», үстеріндегі Раббыларынан қорқады деген аят бар. Періштелерді айтып тұр. Үстерінде, яғни періштер жеті аспанның бәрін толған періште ғой, білетініміз. Жеті аспанның үстінде аршы бар. Сол аршының үстінде Аллах тағала үстеріндегі деп айтқан. Төртінші аят, Аллах тағала біз түсірдік деп айтады Құранға қатысты. «Инна анзалнаху» дейді. Біз оны түсірдік, «наззалнаху» дейді. Түсіру жоғарыдан төменге қарай болады. Бесінші дәлел аяттан Иса алейхиссаламға қатысты «Бәл рафаахуллаху илейх» дейді. Жоқ, оны Аллах тағала өзіне қарай көтерді дейді. Илейхи деген өзіне қарай. Ал Исаны білеміз аспанда екендігін. Иса қай аспанда еді, қаншаншы қабатта еді, білесіз ба? Мираж оқиғасын білесіз ба, Самарбек? Самарбек мырза, кітап ақтарып кеттіңіз ба? Иса пайғамбар Яхиямен бірге қателеспесем үшінші аспанда еді. Өзіне қарай көтерден аспанға қарай көтерді. Одан кейін алтыншы дәлел аяттан
Фирғауын айтады Хаманға, маған бір башня сал дейді. Мен аспанға жетіп, Мұсаның құдайын көрейін дейді. Мұса аспанда деп жүрген ғой енді. Сол аспандағы құдайды көрейін, сол құдай жоқ, мен өтірік деп ойлаймын деген. Не үшін башня салды, егер аспанда құдайды көрмекші болмаса? Хадиске келетін болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның күң әйелден сұраған хадисі имам Муслимде келетін. Айналла, Аллах қайда деген, Аллах аспанда деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл кісіні кінәлаған жоқ, жазғырған жоқ. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ирхаму ман фил арди ирхамкум мин фис сама". Жер бетіндегілерге мейірімді болыңдар, аспандағы сендерге мейірімді болады деген. Аспандағы деп бір өзі. Неге біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзді айтуға қорқуымыз керек? Пайғамбар өзі қорықпай айтып тұрған болса, бұл адасушылық болса, пайғамбар неге айтады аспанда деп? Тағы Бұхари Муслимде келетін хадис, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ала таъманунани ана амину ман фис сама" деген. Мен аспандағының әминімін деген, аспандағының сенімді адаммын деген. Маған сенім артық тапсырды ғой пайғамбарлықты деген. Неге пайғамбар аспанда деп айтуға қорықпай отыр осы жерде? Егер ол адасушылық болса айтып кетпей ме? Анық, ясный қылып, абанық қылып, неге бізді осындай қалдырып кетті? Аспанда деп өзі айтып тұр. Аспанда деп біз олай дұрыс емес түсініп қалып, аспанда деп түсініп қалуымыз мүмкін ғой. Неге пайғамбар бүйтіп бізді адастырып кетті сөйтіп? Ол адасушылық болса, адасушылық емес та, онда ол дұрыс деген сөз. Аллах аспанда ғой. Басқа жерде болады. Жүрегіңде де аспаннан іздейсің ғой құдайды, бүйтіп "Я Алла" деп аспанға қарайсың ғой, бүйтіп дұға қылған кезде де. Ол адасушылық болса, не аспаннан іздейсің құдайды? Самарбек, естіп жатсыз ба? Мен тыңдап отырмын сізді. Мен сізге уже қанша аят келтіріп тастадым, қанша аяттар келтірдіңіз, дұрыс келтірдіңіз аяттар. Ол аяттардың бәрін мен мойындаймын. Бірақ сіз сол аяттарды өзіңіз тәпсірлеп отырсыз ба, өзіңіздің ойыңыздан түсініп отырсыз ба? Ол аятты тәпсірлеуге бізде мұқтаждық бар ма, жоқ па? Бар. Ғұламалардың сөзін келтірейін ба? Ғұламалардың сөзін. Ибн Мубарак танисыз ба? Абдулла ибн Мубарак. Танимын, айта беріңіз. Ибн Мубарактан сұрайды: "Қалай Раббымызды танимыз?" дейді. Айтады: "Раббымыз аспанда" дейді. Аспаны, жеті аспанның үстінде. Имам Маликтен сұраған кезде, имам Малик Аллах аспанда деген, Аллах фис сама деген. Имам Абу Ханифаның өзінен келетін риуаяттар бар. Бірде бір әйел келіп, Абу Ханифаға айтқан: "Абу Ханифа, Раббымыз қайда?" деп. Абу Ханифа бірнеше күн ізденіп айтқан: "Раббымыз аспанда, аршының үстінде" деген. Сонда бір кісі тұрып: "Имам, айнама кунтум маакум, қайда болсаңдар да мен сендермен біргемін" деген аят туралы не айтасыз дегенде, оны сұраған себебі ол кезде жахмилердің ақидасы тараған еді. Жахмилер құдайды барлық жерде деп айтатын. Мен баяғыда имамдардан еститінмін бұл сөзді. Аллах тағала барлық жерде деп айтатын. Кейінгі уақытта ғой айтып жүрген Аллах мекенсіз деп. Сол ақида таралған еді, жахмилердің ақидасы. Жахми бин Сафуан деген кісінің. Сол жахми кісі болғанда Аллах барлық жерде ғой, қалай ол Аллах аспанда деп. Аллах тағала сендермен біргемін деп айтып отыр ғой дегенде, ол Абу Ханифа бүйтіп айтады: "Ол сенің біреуге алыстағы біреуге хат жазып, бір досыңа ма, сол хаттың соңында мен сенімен біргемін деп айтқан сөзің сияқты" дейді. Ол сен денеңмен бірге жүрген жоқсың. Яғни мен сені қолдаймын, сенің жағыңдамын деген. Алла тағаланың бірге болуы, ол сені естіп тұр, көріп тұр, біліп тұр, хабардар. Сол нәрсесімен бірге. Имам Малик та соны айтады. Имам Малик айтады: "Ол бірге естумен, көрумен, білімімен бірге" дейді. Яғни біліп тұр сені. Мысалы біздің заманда оны түсінуге болады. Мысалы қазір мен сізбен біргемін, Самарбек. Неге? Өйткені мен сізді көріп тұрмын, естіп тұрмын қазір. Бірақ денеміз бірге ме? Денеміз
денеміз бірге емес, затымыз бірге емес. Мен аяқта, Қаскелеңде, сіз қаяқта екенін білмеймін. Алматыда шығарсыз, басқа қалада шығарсыз. Аллах тағала біліммен бірге деген имам Маликтің сөздері. Егер қаласаңыз, оригиналынан, арабшасынан көрсетейін. Ол мұсылман адам ақиқатты ол қай жерде тапса сол жерден қабылдау керек ақиқатты. Пайғамбар салам даже имансыз, дінсіздерден де қабылдады ғой. Ана яһуди келіп айтады ғой, я Алланың елшісі, ертең Аллах тағала дейді, қиямет күні болған кезде бет саусақтарымен көрсеткен бүйтіп міне. 5 саусағы міне. Бір саусағына аспанды қояды, бір саусағына жерді қояды, бір саусағына жануарларды қояды, бір саусағына тағы бір демелерді қояды, тағы бір демелерді қояды деп көрсеткен. Сонда пайғамбар саллаллаху күлген. Сол хадисте айтады, сол не үшін күлді дегенде, сол яһудидің сөзін растап күлген, айтқан: "Вама qadarulloh haqqi qadrihi". Аллах тағаланы қадіріне жетіп қадірлей алмады олар. "Вал арду jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah". Жер тұтастай оның уысында болады деген. "Вас samawatu matwiyatun bi yamini". Аспандар Аллах тағаланың оң қолымен бүктелінеді. Аллах тағала бүктейді оң қолымен, жақсылап парақты бүктегендей. Міне яһудиден қабылдап тұр. Сіздер айтасыздар, Аллахтың қолы жоқ, саусағы жоқ дейсіздер. Яһуди саусағымен көрсеткен бүйтіп. Пайғамбар саллаллаху алды билля кет жоғал. Аллахтың саусағы жоқ деп сол жерде ұрсып жібермей ме? Бүйтіп айтқан жоқ, керісінше күлді. Растап. Бұл мәселеде